Ойбай, қайқап келдің мені, Сіз бас аяғыңда. Міне енді ремонт істеп жатырық ақыры. Қарашына хайголд қой. Бүйтесің, сушилкасы былай астан түсіп. Керемет сушилка ғой мынау, қараш. Бойым жетпестейді. Айман, сен натуре басың істемей қапты. Әй, мынаны алдың, мынаны бүйтіп жудың феримен, мынаны бүйтіп майлыққа бүйтіп қойдың. Қай жері сушилка емес саған бұның? Мына крандарды қараш енді, алмасақ болмайтын, қараш. Су бүйтіп шашады. Қандай удобный мына мысалға. Айман, мен саған алдындағы базардағы үлкен тостақты не үшін алып бердім? Ыстық суды құйдың, үстіне паузаға жатқыздың, болды ғой, жуа берсе жетіп, Айман басыңды қатырмашы. Мынау шкаф енді арман қойып қараш, бүйттің, түсірдің. Мына сенің шалбарларың бар ғой, костюм анау. Бұрынғы ғасырғы. Осылай тұрады міне. Мынаны қара, қалай шығарылады. Уже сөзім жоғы. Нервім шыдамай баратыр. Өзімнің 5-ақ тал шалбарым үшін шлемнандай алмайтын шығармыз, Айман. Ана стульчикқа іле берейінші, болды ғой, бітті ғой сомен. Мына бокалдарың қараса енді, іліп қоясың. Как раз вот ең керек нәрсе осы деп ойлаймыз. Айман, қасында жатқаныңа ше 37 жыл болыпты ше, былай ойлап қарасам. Мен вино ішпеймін ғой, мен арақ ішемін ғой. Мынандай рюмкаларды қалай іліп қоясың сен? Сушилканы айттың, үндемедім. Гардеробты айттың, үндемедім. Мына вино қоятынды айттым, тоже үндемедім. В общем, сен гардеробқа, мебельге ештеңе араласпашы. Қараспай, мен өзім ғой, өзім салып жатырмын. Мұхида ауызын жап, сен өзің істеме. Айман, тілің шығайын деп сен. Ажырасамыз.